Қайырлы күн оқырмандар, сіздермен бірге Арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте оңай болып келетін сарыөріктен компоттың рецептісін ұсынатын боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, және де арнама тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен өріктерімізді іріктеп алып, қатты езілмеген өріктерімізді алып, 2-3 қайтара жуып аламыз. Өріктерімізді дайындап болғаннан кейін суымызға кірісетін боламыз. Суық суды алдын ала өлшеп алып, жаңағы банкімізге өріктерімізді салып, су құйып, қанша литр су кететінін өлшеп алғаннан кейін 1 литр суға 200 грамм қантымызды салып, толықтай ерітіп аламыздағы қайнағанға оттың үстіне немесе мен сияқты кипятильникке қойып қайнатсаңыздар да болады. Суымыз қайнағанша банкілерімізді ешқандай химикатсыз ас содасымен жуып, дәл видеода көріп отырғандарыңыздай чайниктің үстіне төңкеріп, шамамен 3-5 минуттай стерилизовать етеміз. Және де қақпақты да дәл солайынан үстіне су құйып, суға салып қайнатып аламыз. Тоже 3-5 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Дайын қайнаған банкілерімізге өріктерімізді салып аламыз. 1-3 литрлік банкіге шамамен 600 грамм өрік салатын болдық. Барлығын салып алғаннан кейін жаңағы қайнаған суымды барлық банкіге толық құйып шығатын боламын. Көріп отырғандарыңыздай жасалу жолы оңай, қайта-қайта суды қайнатып, құйып қажет етпейтін рецепт. Мінекей, үстіне крышкамызды жабамыздағы арнайы өздеріңіздің жапқыштарыңызбен жаба саласыздар. Өте дәмді шығады. Мінекей, төңкеріп қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай жатқызып қойып, бетін жауып, толық суығанша қойып қоямыз. Толық суығаннан кейін бірақ салқын жерге қоюларыңызға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.